Сәлем достар, қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге челленджім туралы айтатын боламын. Бұл челленджда мен не істеп жатырмын, оқушылар қалай оқып жатыр, сол туралы сіздерге айтатын боламын. Қазіргі кезде оқушылар оқып жатыр. Бізде оқушылар қалай оқып жатыр? Мысалы, бізде ең керекті, бізге не керек? Егер сіз корей тілін үйренгіңіз келсе, сізге отырып әрбір сөздікті үйреніп отырудың қажеті жоқ. Егер сіз челленджға қатысқыңыз келсе, сізге тек хангыльді білсеңіз болғаны, онда да оны 100% біліп келудің қажеті жоқ. Просто хангыльді сізге білу керек, чтобы сіз бұл челленджға қатысқанда әрбір сөздің әріптерін танитындай болуыңыз керек. Біз челленджда нелер үйренеміз? Қазіргі кезде мен челленджда оқып жатқан оқушыларым бар, Аллаға шүкір. Қазақстанның өзінде мүлдем корей тілінден ешқандай білімі жоқ, бірақ қазіргі кезде уже сөйлеп бастады. Күнделікті біз челленджда не үйренеміз? Бірінші біз сөйлеуді үйренеміз, ешқандай сөздік жаттамаймыз, тек сөйлеп үйренеміз. Екінші біз жазуды үйренеміз. Неге? Өйткені, егер сіз корей еліне келетін болсаңыз, барлық жерде корейше жазу болады. Сіз больницаға барсаңыз да, автобус аялдамасына барсаңыз да, жұмысқа барсаңыз да, міндетті түрде корейше жазуды үйрену керек, яғни оқи алатындай дәрежеге жетуіңіз керек болады. Үшінші, біз акцентпен жұмыс жасаймыз. Акцент неге? Өйткені корей тілін білетін адамдар бар, бірақ акцент өте үлкен, яғни ол өте әдемі емес естіледі. Сондықтан да барынша үйренген кезде бірден акцентпен де жұмыс жасау керек болады. Біздің челленджда соның барлығы бар, яғни оның барлығын қателерін дұрыстау, үй жұмыстар, яғни тапсырмаларды орындап, қайтадан маған жібереді, мен солардың барлығын тексеріп, акцентпен жұмыс жасаймыз, қателермен жұмыс жасаймыз. Яғни бізде демалыс жоқ, бізде суббота, воскресеньеде демалыс жоқ. Неге? Өйткені бізде тіл үйренгіңіз келсе, сізге мотивацияның қажеті жоқ. Сізге самый главный дисциплина керек болады. Күнделікті 1 сағат немесе 1,5 сағат уақытыңыз кетеді, бірақ сіз корей тілін өте тез уақытта үйрене аласыз. Егер сізде дәл сондай челленджға, менің челленджіме қатысқыңыз келсе, онда маған комментарийға жазып кетсеңіздер, челлендж деп жазып кетсеңіздер болады, және де челленджға қатысу әлі де ашық.